Мен сіздермен мына бір фотосуреттің тарихымен бөліскім келіп отыр. Бүгінгі айтар әңгімемнің барысында адалдық туралы. Ол отанға адалдық, сүйген жарға адалдық, отбасына адалдық, өзінің мамандығына адалдық. Бұл фотосуретте бейнеленген Иманғазиев Төлеген деген атамыз. Алашорданың батыс бөлігіндегі саяси қызметкер. Оның үстінде бұл кісі ұстаз қызметкерді қоса атқарған адам. Қоғам қайраткері Иманғазиев Төлеген атамыз 1874 жылы 16 наурызда дүниеге келген. Мен бұл кісінің жалпы тарихына, еңбек жолына тоқталмай, бұл фотосуреттің қалай бүгін біздің қолымызға жеткені сақталып қалған туралы айтқым келіп отыр. Жалпы Төлеген атамыз 1937 жылы бұрын болыс болғаны және оның Алашорданың үкіметіне қызмет еткен үшін панисламизмді насихаттаушы белсенді Алашорданың бұның алдағы саяси қызметтерінде жүргені басы айтылып тұтқындалады. 1938 жылы 15 ақпанда Оралдың түрмесінде атылады. Бұл суретте Төлеген Иманғазиев 1890-1894 жылдары Орынборда оқып жүргенде қаладағы Нарбело фотоательесіне түскен. Қарап отырсаңыз, костюмде жай ғана бір погон бар. Енді бұл сурет қалай сақталды? Бұл фотосурет сақталғанда Төлеген атамызды жаңағы НКВ-ның адамдары келіп тұтқындаған кезде бәйбішесі Жанот әжеміз бір құжаттарының ішінден осы фото жабыстырылғанын қиып алады да, құжаттарды өртеп жібереді. Бұны жаңағыдай әртүрлі қағаздарға орап, керзі етіктің тақасын жұлып алады да астына шегелеп тастайды, қағып. Арада бірнеше жыл өткеннен кейін Төлеген атамыз ақталады. Ақталғанда да бұл кісі Жанот әжеміз Төлеген атамыздың фотосын сақталған туралы ешкімге ешқандай тіс жарып әңгіме қылмайды. Бұл кісінің немересі, сіздер білесіздер, Махамбет университетінің құрметті профессоры, Қазақстан журналистер одағының мүшесі марқұм Қайыржан Қасанов 50-дің үстінде кітап жазып кеткен. Сол кезде Қайыржан ағамыз да білмеп бұндай фотоның бар екен. Бір күні есік қағып, ол кезде жаңағы кімнің үйінде фотолары бар, соны өңдеп, үлкейтіп алып келеді, өзге ұлттар. Келеді, осындай фото бар ма дегенде, жаңа фотографтың көзінше Жанот әжеміз етікті сандықтан алып, тақасын алып, ішіндегі мына фотоны алып, қолына ұстатып жібереді. 2 айдан кейін келем дейді. 2 ай өтеді, 3 ай өтеді, жыл өтеді. Жаңағы фотографымыз жоқ. Арада 2 жыл салып, 2 жылдың үстінде кешке таман іңірде біреу келіп есік қағып тұр дейді. Шықса, жаңағы фотоны алып кеткен фотограф. Келіп кешірім сұрап, әже, сіз ренжімеңіз. Мен кетерде бірдеңе бүлдіріп кетіп едім. Барсам, жаңағы ішкі істер органының қызметкерлері мені күтіп тұр екен. Сөйтіп қамауға алып, мен 2 жыл жазамды өтеп келіп, сізге деген жаңағы фотоны қалай сақтағаныңызды көрдім. Сіздің деген құрметім тек қана сізге осы суретті әкеліп берейін деп жеткізген екен. Міне, еңбекке, мамандыққа, адал жарға деген адалдық. Осылай біздің Иманғазиев Төлеген атамыздың фотосы сақталып қалған екен.